16 жаш ескі желтоқсан. Таң атып дүкенге шықтым. Студент болған соң нан сүзбемен қарнымды тойдырамын деп шештім. Шықсам, айғай шуды естідім. Қарасам, таныстарым, құрдастарым қаншама. Олардың барлығы бір жерге аттанып барады. Қолдарында «Колбин кетсін, қазақты қазақ басқарсын» деген жазу бар екен. Қасымдағы досымды ертіп жүр. Қазақтың тағдыры біздің қолымызда. Қазақтың тағдырын бірге шешейік дедім. Қасымдағылардың барлығы қашып бара жатыр екен. Мен де қаштым. Қашып бара жатқанда байқамай құлап қалдым. Енді еңсемді көтере бергенде қан бұзық салды. Шашымнан ұстап, мені аямай деп күледі. Сондағы жазығымыз не? Қазақтың тәуелсіздігін алу ма? Мен қарапайым студентпін. Оқудан кейін жатақханада кітап оқып отырғанмын. Кенет сырттан айқайлаған, оқтың атылған дыбыстар естілді. Далаға жүгіріп шықтым. Не болып қалды екен деген үрей ішімде. Далаға шықсам, дағы абыр-сабыр. Адамдардың үстері қан-қан жүгіріп жүр. Қолдарында плакаттары бар. Плакатқа беріп қарасам, қазақты қазақ басқарсын, Колбин кетсін деген жазулар. Барлығы мен сияқты студенттер. Бір келді де, «Ей құрбым, қалай шыдап тұрсың? Қара көз қазақ қыздарың бұлай намыстарын таптағанда қалай шыдайсың?» деп жауап қоя берді. Сонда барлығымыз қашып барамыз. Алдымыздан қаншер, қатыгез милициялар шыға келді. Шықты да ұра жөнелді. Қазақтың намысшыл жігіттерін ұра жөнелді. Қазақтың қара көз қыздарын аямай соққыға шықты. Намыстарын төкті. Барлығымыз қашып барамыз. Қашыңдар деген дыбыстар естілді. Бір кезде оқтың дауысы естілді. Таңғы сағат 9-да шыққам. Келіп жатақханадан жол тарттым. Әрине, студентпіз ғой. Түнде әбден айтып, таңның қалай атқанын байқамай қалдым. Сол сәтте қасымызға бейтаныс адамдар келіп олар бізге: «Қазақты қазақ басқарып, өз тәуелсіздігіміз үшін күресуіміз керек» деді. Әрине, біз келісе кеттік. Қолымызға плакат жазып алып, өз тәуелсіздігіміз үшін күресіп жатқанда Колбиннің адамдары келіп бізді ұра жөнелді. Плакаттарымызды жыртты. Олар бізді жай ғана ұра қойған жоқ, шашымыздан тартты. Кейінгі ұрпағымыз болмау үшін белден төменде ұра жөнелді. Бізді жол таситын көлікке салып, малша тиеді. Бізді айдалға алып келе жатыр екен. Көзімді жаймен ашып жан-жағыма қарасам, елсіз жерге әкеліпті. Сол сәтте басым тасқа соғылды. Жарайды, сіздегі не болған барлығын түсіндірейін. Иә, сол күні 1986 жылдың 16 желтоқсаны болатын. Алаңға бардым. Мойындаймын, барғанда да қонақтың күйін күттеп барғаным жоқ. Менің алаңға баруыма екі себеп болды. Қайталап айтам, екі себеп болды. Біріншісі, сол алаңда, қанды алаңда не болып жатқанын өз көзімен көріп білу болатын. Ал екіншісі, қазақ қыздарын, жас қыздарын шаштарынан сүйреп, іштерінен тепкілеп, айуандық өлтіріп жатқандығын естіген соң, менің мына еркектің намысыма жат қылып, Құдай куә, адам өлтіргем жоқ. Адам өлтіру мына мен де бейбақтың қолынан келмес деді. Адам өлтіру ол орыстардың полицейлерінің ғана қолынан келеді. Ал олар қазір жазаланбай, дәл қазір бостандықта жүр. Қазақ қыздарына араша түсерінде ұзақ атанып, ұлтшыл деген айыппен ату жазасына кесілді. Ақтық сөзін, күнірден таза басым бар, 21-де жасым бар.
Қасқалдақтай қаным бар, бос торғайдай жаным бар. Алам десең алыңдар, қайрат дейтін атым бар, қазақ дейтін затым бар. Еркек тоқты құрбаны, атам десең атыңдар, атыңдар! Желтоқсан желі, аяз ызғарлы, қандымызда талай қазақ сыздады. Ол қам үшін шыққан сол бір алаңға, азап шекті талай қазақ қыздары. Желтоқсаным, тәуелсіздік дерегім. Желтоқсанды қадір тұтып түрелім. Мәңгі ағайын есте сақтап ағалардың ерлігін. Жүректерге сақтау керек үнемі. Я достар, біз осы көріністе арқылы не айтқымыз келді? Бұл көріністе аға әпкелеріміз өздерінің жасты шақтарын, жасты қызықтарын, өз өмірлерін құрбан етті. Олар осы желтоқсанның ызғарына қарамастан бізге қарсы шықты. Және осы аға әпкелерімізге арналған көшелердің, мектептердің ескерткіштерінің болмауына қатты қынжыламыз. Біз қазақ жастары осы аға әпкелерімізге арналған көшелердің, ескерткіштердің болуын қалаймыз. Шайқалмасын қазағымның шаңырағы, бақыт боп атсын қазағымның әрбір тағы. Мәңгі ағайын қалыптасын көгімде, қазағымның қастерлі әнұраны. Аналардың жанарына жас бердің, уа еркіндік, қош келдің. Өзегімді өрт қораған қоғамда, өз үйіме өзім өгей болам ба? Алшаң басып жыралмаса алталаш, азаттығым қадірінде жоқ онда. Саған жету қиын болса қаншалық, сақтап тұру қиынырақ одан да. Алла берген азаттықтың әр таңы аманат қой, маған, саған, оған да. Мұхтар Шаханов, лаула желтоқсанның мұзға жаққан аламыз. Желтоқсанда шындық жырын жырлаймын деп шарқ құрдым. Желтоқсанда егеменді ел болсақ деп талпындым. Кеудемде әлі сыз ұзатыр сол кездегі салқынның. Айналайын жас қайраты, жас өркені халқымның. Темір қолдар қуат деді, алқымыңды қаусарған. Намысыңды жықпай еттің нәубет тілей маусымнан. Жалғыз қалған шақтарымда жігер алдым бойыма. Түрме торын жарып шыққан сенің қайсар даусыңнан. Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы. Лаула желтоқсанның мұзға жаққан алауы. Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің. Ешқашанда еңкеуге тиістемес жалауы. Тарихыңды тамырлету сәттірім, бақ табатын, шаттанатын сәт бүгін. Тәуелсіздік ашқаспен келгесін, біздер үшін балтатыған тәтті күн. Атып жатыр тыныштықты аулайтам, мектебіме аман барып сауға айтам. Бодандықты сезінбедім, шүкірлік, азат елде туғаныма тәубе айтам. Тәуелсіздік тұғырында бақ табам, қуаныштан күліп ойнап шаттанам. Қиындықты сезінбедім, шүкірлік, бейбіт елде туғаныма мақтанам. Шарықтаған шабытымды ұғаршыз, ұялымен шер шайқатар ұламбыз. Патриотсыздық, текшілікті айтпаңыз, көк аспанда қалықтаған қырамбыз. Ойламасақ, қумасақ, сірә қылқын, біздер үшін сен деген туған бір күн. Өшіруге енді ешкім тиіс емес, тәуелсіз ел атанған қазақ ұлтын.